Сәлем балақай. Бүгін біздерде 23-ші сабақ 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту екінші тақырып. Бұл жерде берілген тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. 10-ға дейінгі сандардың құрамын қайталайсың, қосып азайтасың. Бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, бұл жерде бір санынан бастап 10 санына дейінгі сандардың құрамы берілген. Қайталап есіңе түсіріп алсаң болады, өйткені алдағы тапсырманы орындауда өте қажет болады. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Мысалдар жазып, оларды есепте дейді. Кәне, бұл жерде 7 азайту 4 тең болады, мәні 3-ке тең. Енді келесі тігінен қараймыз. 7 азайтылған 3 тең болады нешеге? 7 азайту 3 4-ке тең болады. Келесі 3 қосылған 1 тең болады 4-ке. Келесі біздерде жаңа бұл жердегі сан белгісіз болып еді, енді мәні шықты. 3 қосылған 4 тең болады 7-ге. 4 азайтылған 1 тең болады 3-ке. 4 қосылған 3 тең болады 7-ге деген өрнек шықты. Келесі 9 қосылған 1 тең болады 10-ға. 9 азайтылған 5 тең болады 4-ке. Келесі 1 қосылған 3 тең болады 4-ке. 4 қосылған 4 тең болады 8-ге. Бір-бірімен байланысты көріп тұрмыз ба? 5 азайтылған 3 тең болады 2-ге. Немесе 10-нан қандай санды азайтқан кезде 8 шығады деп ойлануға болады. Жақсы. Астындағы үшінші тапсырмаға қараймыз. Көрсетілген сандар шығу үшін әр қабаттағы бос орындарға сандар тап дейді. Кәне, орындайық. 8 қараймыз. 4 қосу 1 қосу 3 тең болады 8-ге. Енді екінші қатарда 1 қосылған 5 6-ға тең 8 болу үшін бұл жерге біздер 2 санын жазамыз. Келесі тағы қандай мысал құрастыруға болады? Мысалға бұл жерде 3 саны, мына жерде 2 саны болуы мүмкін. 3 қосылған 2 5-ке тең, бұл жерде тағы да 8 болу үшін 3 саны болуы мүмкін. Келесі 10-ға қатысты. 5 қосылған 2 тең 7-ге, оған 3 қосатын болса 10-ға тең. Келесі 1 қосылған 4 тең болады 5-ке, бұл жерге 5 санын жазамыз. Астына мысалға 4 қосылған 3 7 болады, 10 болу үшін тағы да біздер 3 санын қосуға жетпіз. Осы сияқты өзіңде әртүрлі сандарды бұл жерде жазып есептесең болады. Келесі есепте арифметикалық пирамиданың қалай құрылғанын анықтап көр. Бір парақ қағаз алып тиісті сандарды жаз. Бұл есепті жоғарыдан бастаймыз. 10 шыққан 5-ке қандай санды қосқан кезде 10 болады? 5-ке 5-ті қосқан кезде 10 болады. Енді қара, бұл жердегі 5 санын шығу үшін бірге нешені қосамыз? 4-ті қосамыз. Екінші бөлігінде 5 шығу үшін 3-ке 2-ні қосамыз. Келесі бұл жердегі 3 саны шығу үшін 2-ге 1-ді қосамыз. Мына қатарда 4 саны шығу үшін 3-ке 1-ді қосамыз. Осылай біздер арифметикалық пирамиданың қалай құрылғандығын таптық. Тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше алдымен каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа.